Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заттардың орналасуы, жергілікті жердің планы. Бүгінгі сабақта заттар мен фигуралардың орналасуын анықтап үйренеміз. Нөмірі 1 есеп. Ненің қайда орналасқанын айт. Бізге мынадай сурет берілген, иә? Сурет кішкентай шаршыларға бөлінген. Қараймыз, үстіңгі қатарда 1-ден 6-ға дейінгі сандар, ал сол жақ шетінде А, Б, В әріптері берілген. Заттардың орналасуын мына әріптер мен сандардың көмегі арқылы табамыз. Мысалы аю А3 орнында орналасқан. Яғни міне А3 бұл жерде аю орналасқан. Енді қазір мына берілген суреттердің орындарын анықтайық. Қыз бала қай жерде орналасқанын табайық. Қыз міне сол жақ шетте Б әрпінің жанында тұр, е? Б әрпі қай санның астында? 1 санның астында орналасқан. Яғни қыздың орналасуы Б1. Жазып қояйық. Б1. Келесі қоян. Қоян сол жақта, міне судың жағасында, е? Дұрыстап қараймыз, міне. Ә әрпінің жанында орналасқан. Ә әрпінің және 1 санның астында, міне тұр қоянымыз. Оның орналасуы Ә1. Келесі жылқы атты табайық. Бұл оң жақта 6 санның астында тұр, міне. 6 санның астында әріпті табайық. Б әрпінде тұр екен. Сонда жылқының орналасуы Б6. Келесі көпірдің орналасуын табайық. Міне көпірді таптық. Қандай әріптің жанында? В әрпінің, және қандай санның астында тұр? Қараймыз, міне 3-тің астында тұр, е? Сонда көпірдің орналасуы В3. Келесі үлкен қаздың орналасуын табайық. Міне тұр біздің қазымыз 3 деген санның астында. Сол жаққа қарайық, Ә деген әріптің қатарында орналасқан. Сонда үлкен қаздың орны бірінші әріпті, сосын санды жазамыз, е? Ә3. Енді кішкентай балапаны қаздың, соның орналасуын табайық. Ол Б әрпінің қасында, е? Міне сол жақтан қараймыз, үстінен қараймыз, сан 2. Сонда Б2. Келесі торғай. Торғай бізде міне таулар жақта. Ол А әрпінің қатарында, міне А қатары, және 2 санның қатарында. Сонда оның орналасуы А2. Енді мына бір тұрған ағаш. Ағаштың орны 6-ның астында екен. Міне 6-ның астында. Қандай әріптің қатарында? Ә, Әнің қатарында. Оның орналасуы Ә6. Келесі мұнда кішкентай қайық бар. Міне тұр қайық судың жағасында. Ол 4 деген санның астында және Ә әрпінің қатарында. Сонда оның орналасуы бірінші әріпті жазамыз Ә, сосын барып санды Ә4. Мына үйіміз мына жерде орналасқан, міне көпірдің маңайында, е? Ол В әрпінің қасында және 2 деген санның астында орналасқан. Сонда оның орналасуы В2. Міне біз сандар мен әріптердің көмегі арқылы заттардың орналасуын анықтадық. Нөмірі 2 есеп. Бағбан әр гүлзарды жеке қоршамақ болды. Оған ұзындығы қандай қоршау дайындау қажет? Бізге барлығы 4
гүлзар берілген, олардың пішіндері 4 бұрышты. Енді әр гүлзардың қабырғаларының ұзындықтары әртүрлі. Қазір біз бірінші гүлзарды қарастырайық. Оның бір қабырғасы 5 метр және екіншісі ені 3 метр. Қоршау дайындап қойдым. Бір қоршаудың ұзындығы 5 метр, екіншісі 3 метр. Енді осындай қоршаудан маған қанша қоршау керек болады? Яғни қанша метр болу керек? Соны табайық. Яғни мына қоршаудың, мына гүлзардың периметрін табайық. Ол үшін мен істеймін, барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын табамын. 5 қосу 3 қосу 5 қосу 3. 5-ке 5-ті қосам 10, 3-ке 3-ті қосам 6, 10-ды 6-ға қосам 16 метр. Немесе естеймін 5 пен 3-тің қосындысын 2-ге көбейтем. 5-ті 3-ке көбейтем 8, 8-ді 2-ге көбейтемін 16 метр. Яғни бірінші гүлзарға 16 метр қоршау керек екен. Ұзындығы 16 метр болатын қоршау керек. Бұл бірінші гүлзардың қоршауы. 3 метрден менде 2 қоршау, 5 метрден 2 қоршау дайындадым. Барлығы 16 метр болды. Келесі мына екінші гүлзардың периметрін табайық. Оның ұзындығы 4 метр, ені 3 метр. Барлық қабырғаларының қосындысын табам. 4 қосылған 3, қосылған 4, қосылған 3. 3-ті 3-ке қосам 6, 6-ға 4 қосам 10, 10-ға 4 қосам 14 метр. Немесе жақшаның ішіне 4 пен 3-тің қосындысын 2-ге көбейтемін. Тең болады 14 метр. Сонда маған 4 метрден 2 қоршау, 3 метрден 2 қоршау керек болады. Сонда менде барлығы 14 метр ұзындықта қоршау шығады. Келесі шаршы тәрізді гүлзардың периметрін табайық. Оның барлық қабырғалары тең, сондықтан мен 5-ті 4-ке көбейтемін. Тең болады 20 метр. Сонда 5 метрлік қоршаулардан қанша керек маған? 4 дана керек. 5 метр. Бұның барлығы 20 метр болады. Барлығын қосқанда. Әр жағына бір 5 метрден қоршау орнатылады. Келесі соңғы гүлзардың периметрін өз бетінше тауып көріңдер. Нөмірі 3-ші есеп. Өрнектер қарастырып, олардың мәнін тап. 57-ге осы сандарды қосайық. 57 қосылған 3 тең болады 60. Енді 7-ні қосайық. 57 қосу 7. Бірінші бірліктерді қосып алайық. 7-ге 7-ні қосам 14. 4 бірлігін жазам. 1 ойда. 5 ойымдағы 1 мен 6. 64. Келесі 57 қосу 41. Бірлікті бірлікке қосамын. Ондықты ондыққа қосам. Бірлікті бірлікке қосып алайық. 8. 5-ті 4-ке қосамын. 9. 98 өрнектің мәні. Келесі 57-ге 8-ді қосамын. 7-ге 8-ді қосамын. 15. Мен 5-ін жазамын. 1 ойда. Ойымдағы мен 5, 6 болады. 65. 57 қосу 9.
9-ға 7-ні қосам 16, 6-сын жазам бір ойда. 5 ойымдағымен 6. 57 қосылған 32. Бірлікті бірлікке, ондықты ондыққа қосамын. 7-ні 2-ге қосамын 9, жазып алам бірлікті. 5-ті 3-ге қосамын 8. 89. Келесі 57 қосылған 24. Бірлікті бірлікке. Бірінші бірліктен бастаймыз. 7-ні 4-ге қосамын 11. Бірін жазамын. Бірім ойда. 5-ті 2-ге қосамын 7. Ойымдағымен 8. 81. Енді айырманы орындайық. 12 мен 9-дың айырмасы 3-ке тең. 58 пен 9-дың айырмасы. Балалар, қазір біз 58-ден 9-ды ойша азайтамыз. Яғни баған түрінде емес, ойша. Ол үшін мына білеміз, 8-ден 9-ды азайта алмайтынымызды. Сондықтан бірден бұл жерде 18 екенін елестетіп біліп аламыз. Яғни бірден 18 деп аламыз. Өйткені 5-тен 1 ондық сұрап алдық. Енді 18-ден 9-ды азайтамын. 9 бірліктің орнына 9-ды жазып аламын. Енді біз біреу сұрап алғаннан кейін білеміз, 5-тің орнында 5 емес, енді 4 қалғанын. Сондықтан 9-дың алдында ешқандай саны жоқ мұнда. Сондықтан 4-тің өзін жазамын. Тағы бір еді. 41 алынған 9. Бірдің орнында бірден 11 деп алып аламын. Өйткені 4-тен 1 ондық сұрап алдық. 11-ден 9-ды алсам 2. Енді 4-тің орнында 1 ондық сұрағандықтан 3 қалды. 9-дың алдында ешқандай сан болмағандықтан 3-тің өзін бірден жазамын. Келесі. Тағы бір еді. Ойша есептеп көрейік. 83 алынған 9. Кеттік. Бірден 13 деймін. 13-тен 9-ды азайтамын. 4. Бірліктің орнына 4-ті жазамын. 8-дің орнында 7 қалды. 9-дың алдында сан болмағандықтан 7-нің өзін жазамын. 74. Енді ары қарай өздерің есептеп көріңдер. Нөмірі 4-ші есеп. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықта. Оларды оқы. Өрнектердің мәнін тап. 16 қосу 12. 16-ға 12 мен 2-нің бөліндісін қосамын. Бірінші білеміз, жақшасыз өрнекте ең алдымен көбейту немесе бөлу орындалады. Содан кейін қосу және азайту орындалады ретімен. Бізде бірінші бөлу орналасқан. Бөлуді орындаймыз, сосын барып қосуды орындаймыз. 12 мен 2-нің бөліндісі 6-ға тең. 16 мен 6-ның қосындысы тең болады 22. Өрнектің мәні 22-ге тең. Келесі. 20-дан 7 мен 2-нің көбейтіндісін азайтамын. Бірінші көбейтуді орындаймыз, сосын азайтуды. 7-ні 2-ге көбейтемін. 14. 20-дан 14-ті азайтамын. Тең болады 6. Өрнектің мәні 6-ға тең. 30 бен 25-ның айырмасын 2-ге көбейтемін. Жақшалы өрнекте ең бірінші жақшаның іші орындалады. Содан барып келесі амалдар. Бізде көбейту. Бірінші жақшаның ішін орындап алайық. 30 алынған 25. Тең болады 5. Екінші амал, жақшадан ішінен шыққан санды, яғни 5-ті 2-ге көбейтемін. Тең болады 10. Өрнектің мәні 10-ға тең. 4 көбейтілген 4-ті 16 мен 12-нің айырмасына көбейтемін. Бірінші жақшаның іші, сосын барып
көбейту орындалады. Келесі 14 пен 6-ның қосындысын 2-ге бөлемін. Бірінші жақшанышы, сосын бөлу. Келесі 20-ға 5 пен 2-ның көбейтіндісін қосамын. Ең бірінші көбейтуді орындаймын, сосын барып қосуды орындаймын. Осы 3 өрнектің мәнін табыңдар. Нөмірі 5-ші есеп. Тиімді тәсілмен есепте. 45 қосылған 38 қосылған 5 қосылған 2. Есімізге түсірейік, қосылғыштардың орнын ауыстырғанымен қосындының мәні өзгермейді, балалар. Және қосудың терімділік қасиетін пайдаланып, біз қосылғыштарды өзара топтастырып біріктіре аламыз. Біздің жағдайда 45 пен 5-ті, 38 пен 2-ні біріктіріп аламыз. Яғни толық ондыққа толтырып аламыз. 45 пен 5-дің қосындысы 50-ге тең, 38 пен 2-ның қосындысы 40-қа тең. Сонда 50 қосу 40 деген түрге келтіріп аламыз. 50-ді 40-қа қосамын, тең болады 90. Келесі 6 қосылған 27 қосылған 14 қосылған 3. Тағы да дәл толық ондыққа дейін толтырамыз. Бұл 27 мен 3 және 14 пен 6. 6 мен 14-тің қосындысы 20-ға тең, 27 мен 3-тің қосындысы 30-ға тең. Яғни 20 қосылған 30 тең болады 50. Келесі 12 қосылған 19 қосылған 8 қосылған 1. Біз білеміз, қосылғыштардың орнын ауыстырғанымен қосындының мәні өзгермейді. Енді мына берілген өрнектегі сандарды орындарын ауыстырып, толық ондыққа дейін толтыру үшін біріктіріп аламын. Мен жағдайымда 12 мен 8-ді, 19 пен 1-ді біріктіремін. 12 мен 8-дің қосындысы 20-ға тең, 19 пен 1-дің қосындысы 20-ға тең. 20 қосу 20 тең болады 40. Енді қалған берілген екі қатардағы өрнектерді тиімді тәсілмен есептеп шығыңдар. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті және пайдалы болды деп ойлаймын. Сау болыңдар.